Саламатсыздар ма 4-ші сынып оқушылары? Бүгін әдебиеттік оқудан 96 сабақты орындайтын боламыз. Өтірікшілер еліне саяхат. Қиял ғажайып оқиғаға өтірік әңгіме құраймын. Сөйлеу барысында мақал-мәтелді қолданамын. Орында суретке қарап, Алдарбайдың қиял ғажайып ойларымен саяхат жасаңдар. Алдарбай қазір екі ойлы болып тұр екен. Бірінші ойында күшік тақтаға жазу жазайын деп тұр. Ал екінші ойында дельфинмен бірге суда жүзіп жүр. Енді сұрақ: қалай ойлайсың, қайсысы шындыққа жатады? Жақын дейді. Яғни бізде шындыққа жақын бұл жерде негізі жануарлар жаза алмайды, олар сөйлей алмайды. Ал мына дельфиннің үстінде жүзіп жүргені ойнап, ол шындыққа жақын болады. Себебі адамдар дельфиндерді қолға үйреткен. Ол жануар қолға үйреніп, адамдармен ойнап, осындай суда жүзген кезде көмектесе алады екен адамдарға. Жақсы, бұл өтіріктердің зияны бар ма дейді. Негізі қиял ғажайып ойлап, тек қана ойыңмен армандап, қиялыңды айтсаң, ол қиял болып саналады, ал өтірік айтуға болмайды. Жақсы, келесі түсініп оқы. Өтірік өлең екен. Қалықта ұшқыш кілемім, астымда ұшқыш кілемім, үстінен өттім іленің, шоршып ойнақ салады дельфинің мен түленің. Көз сап мендей балаға, арыстан тұр далада, қолтырауын қорылдап, ұйықтап жатыр жағада. Топырағы тоңбайды, жапырағы солмайды, өйткені бұл өңірде қыз атымен болмайды. Керік көлге қарады, кекілін кері тарады, қонжық қозы бөлтірік қол ұстасып барады. Көнеден жеткен кез еді, зіл мен піл түзді кезеді. Мені де ала кетші деп, қол созды қоян көжегі. Қабылап бала тілегін, қалықта ұшқыш кілемім, сен ұшқан сайын әлемнің көп сырын ұғып білемін. Бұл өтірік өлеңді жазған Бақыт Бұқарбек екен. Бізде өтірік өлеңде дельфинің мен түленің деп айтылған жер болды. Түлен деген бізде ит балық екен. Ал зіл мен піл түзді кезеді деген ол мамонт екен. Ол бұрынғы қаншама ғасырлардан бергі болған, бізден заманымыздан бұрын болған жануар мамонт деген. Жақсы, кейіпкер Іле өзенінің бойынан қандай кереметтерді көрді? Жақсы, бізде кереметтер деген ол дельфин мен түлен қолтырауын қорылдап жатыр екен ұйқыда. Керік бар екен, піл бар екен, зіл бар екен, қоян мені ала кет деп айтыпты. Және де бала ұшқыш кілеммен ұшып жүр. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Адамның ұшқыш кілеммен ұшу туралы арманы қалай орындалды? Әрине, ұшақ және тікұшақпен біз аспанда ұшу арқылы ұшқыш кілеммен ұшу туралы арманымызды орындаған екенбіз. Жарайсыңдар. Келесі: өтірік өлең мазмұны бұл өмірде болмаған қызықты қиял ғажайып оқиғаларға толы дейді. Яғни бізде өтірік өлең дегеніміз ол өмірде болмаған қызыққа және қиял ғажайыпқа толы өлеңді айтады екенбіз. Өтірікке құрылған ертегілер де бар екен, өте көп екен. Мысалы, Тазша бала мен Алдаркөсе ол өтірік айтудың нағыз шеберлері екен. Қазіргі ақындар шығарған күлдіргі, қиыннан қиыстырылған өтірік өлеңдер көбіне кімдерге арналады екен? Балаларға арналып жазылады екен. Жарайсыңдар. Келесі: өтірік өлеңдерді тыңда дейді, және өзің де өтірік өлең құрастырып көр дейді. Жақсы, өздеріңде балалар өтірік өлең құрастырып көруге тырысыңдар, жарай ма? Жақсы, келесі 8-ші: өлең шумағының ұйқасын әріппен белгіле. Қабылап бала тілегін, қалықта ұшқыш кілемім, сен ұшқан сайын әлемнің көп сырын ұғып білемін дейді. Бұл бізде қара өлең ұйқасы болып табылады. Себебі тілегін, кілемім, білемін деген үшеуі бізде ырғағы бірдей болып тұр. Ал әлемнің деген бөлек болып тұр. Сондықтан бізде 1-ші, 2-ші және 4-ші жол А деп белгіленеді, ал 3-ші жол Б деп белгіленеді. Жақсы, бір тұжырымды таңдап, өз ойыңды айт дейді. Өтірік айтып, қиялдай білу қызық. Қиялдай білу әрине қызық, бірақ өтірік айтуға болмайды.
өтірікті құрастыру үлкен шеберлік. Жоқ, өтірікті құрастырып шебер болып олай айтудың қажеті жоқ. Тек бізге жаңағы Алдарбай сияқты қиялдау керек. Жануарлар жазса, сөйлесе қандай болады екен, дельфинмен осылай жүзсем қандай болады екен деген сияқты армандап қиялдауға болады. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар.